Қалай ұмыттайсың, Нәжмия? Амал жоқтықтан жүрміз. Сен де маған ренжіп жүрмісің? Қайтесің? Менің не ойлағаным кімге керек? Қане жүр, төменге түсейік. Сыртқа екеуміз бірге шығамыз. Бұл шаруаны бір жайлы етпей болмайды, қызым. Кемран да ештеңе айтпады ғой. Сейфеддин мырза да. Бүгінше олар қыдыра тұрсын. Бұйырса таң атқанша бір жөні болар. Бұйырса, тәте. Тәте. Нәжмияға менің мазам қашып жүрген айтпаған шығарсың. Жоқ. Айтам деп аузым күйді ғой, балам. Айтқан жоқпын. Қызым, келгелі бері нәр татқан жоқсың ғой. Мен оған сорпа бердім, тәте. Құдай тобы. Қайтып келді-ау деймін. Бұл кім? Кім деймін? Кемран, егер мені тағы да қорқыту үшін әдейі қалжыңдап тұрған болсаң. Әйелімді алып кетуге келдім. Есікті аш, Нәжмия. Сәлім бе? Нәжмия, тұра тұр. Есік-тесіктің бәрінде шабыңдар. Шабыңдар. Осылай адамның қитығына тиесіңдер ғой. Есікті ашыңдар ғане, Нәжмия. Жетер енді, есікті ашыңдар. Мені бұлай басын алмайсыңдар. Үйімнен әйелімді алып кететін кімсіңдер? Ауруханаға тығыла алмайсыңдар. Мені мектептен қуа алмайсыңдар. Жетер енді, ашыңдар есікті. Жақсы. Осын декендеріңді білем. Есікті жақсылықпен аша қойыңдар. Ашыңдар, адам сияқты сөйлесейік. Барлығын жақсылап жабыңдар. Нәжмияны жасырыңдар. Жарай. Сенші. Мен де барам. Шық, жоғарға дейін, бол. Сәлім, осындасың ба? Осындамын, апа. Тыңдашы, мені апа дедің ғой. Ендеше мен де сені ұлым дейін. Бара ғой, ұлым. Бекерге тынышымызды алма. Қане, жөніңе бара ғой, балам. Мен де бұлай болғанын қалаған жоқпын. Түзетемін деген сайын бүлдіре бердім. Рас айтам. Бәсим апа. Мен қанша тырыссам да маған ешкім жылы қабақ танытпады. Мені көрсе бәрі кірпідей шиырлады. Кімге барсам да бәрі маған албасты көргендей қарайды. Сәлім, қазір қайта ғой. Ертең сөйлесейік, ә? Сейфеддин мырза мен Кемран да әне-міне келіп қалатын шығар, бара ғой, балам. Келсін, соларды күтіп тұрмын. Олардың мінездерінің қандай қызба екенін білмеуші ме едің? Егер олар бұл жерден сені көрсе... Не болады? Не істейді? Өлтіре ме? Айналайын, Сәлім, шырағым бар шенді. Жарайды, есікті ашсаңыз кетем. Үйге кірмейсің. Оның орынсыз болады. Жақсы. Сіз есікті ашыңыз. Үйге кірмеймін деп уәде берем. Егер көңіліңіз шынымен ақ болса, онда есікті ашыңыз. Есікті ашыңыз, үйге кірмеймін деп уәде берем. Тәте, ашпа. Ашушы болма. Ашпа. Сәлім, сен маған уәде бердің. Тәте, ашпа деймін. Тәте!
жақтан келе жатыр, тез. Фарида, шыда. Жаным, шыдай тұр. Қазір ашамыз. Құдай үшін ашы. Қатты қорқам келе жатыр. Фарида, қазір ашам, Құдай үшін шыдаш. Енді қайттық. Келе жатыр. Қорқып тұрмын, ашыңдар. Құдай үшін ашыңдаршы. Фарида! Ашыңдар деймін, Нежмия, есікті аш. Мен қорқып тұрмын. Фарида, сәл Ашы шыда, шыда деймін. Шыда, Фарида. Әпке ашсаңдаршы. Ол келе жатыр. Аш, Құдай үшін ашы. Ашыңдаршы. Енді не істейміз? Фарида! Қазір менімен бірге жүрмесең, мына үйдегілердің барлығын түк қалдырмай қырып салам. Фарида, ештеңеден қорықпа, Құдай үшін шыдаш. Шыда, Фарида. Қой деймін, сәлім. Қой, егер оның басынан бір тал шаш түсе, Кемран сенің көзіңді жаяды. Сәлім, ол қызға тиіспе, Солай ма? сәлім. Ал ендеше не боларын көрейік. Құдайға шүкір келді. Бірақ соғыс болады дейді мырзам. Ендеше Жүсіпті әскерге алатын шығар. Bir Yusuf'u mu? Жүсіпті ғана дейсің бе? Өйтер болса әкет ауылының бәрі ұлдарымен қоштасатын болады шүмәлі. Hadi. Әке, кетеміз бе? Ішіміз кетті. Келгеніміз жаңа ғана ғой шырағым. Жүсіптен ұят болмай ма? Білмеймін, әке. Көңілім ала ұртып тұр. Өздерің отыра беріңдер. Мен жүре берейін. Біраз отыра тұр, сосын кетерміз. Жібер деймін. Ашыңдар, ашыңдар. Әпке, былай тұр. Мұны мен байқап көрейін. Шыда, Фарида. 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 Жібер. Тұр ғана. Жібер. Тұр деймін саған. Тәте, жібер мені. Жібер деймін. Жібер мені. Қане, адам сияқты жүр деймін саған. Бас аяғыңды жүр. Әпке,
Фариданы жібер. Құдай үшін жібер. Егер Фариданың басынан бір тал шаш түсе ант етейін, сенің бар сырыңды ақтарып салам. Айтпат деме, бүкіл иттігіңді жария қылам. Сосын мойның аққылар қанды аса сала. Сәлім, жібер деймін. Есіңді жи. Сәлім, өтінем жібер. Мен онсыз да өлген адаммын. Жібер, Сәлім. Сәлім, Сәлім. Құдай үшін олай істеме, Сәлім. Қойш енді. Сәлім. Өтінем. Сәлім, өтінем. Жіберші. Жіберші деймін. Бәсима, есіңді жи. Ақырын қызау қане ішкізіп жіберейін. Бір жұттым. Фарида көп кетті. Ханымым деп едің ғой. Жоқ, мен күнәһар бола алмайым. Пәуескеден түсіңдер. Ағасы, ханымым ғой енді. Қарудың дауысы шықты ғой. Қорықпа бауырым, ештеңе де болған жоқ. Қарсылық танытқан соң қорқытуға тура келді. Болмаса мен ондай адам емеспін. Рас па, қызым? Солай. Қане отыр. Қане көкес. Фарида, Құдай үшін жібер оны. Фарида, Құдай үшін жібер деймін. Фарида, жібер. Нәжмия, тұршы айналып кетейін, Нәжмия. Тұршы садаған кетейін, Нәжмия. Тұра қойшы, Нәжмия. Тұршы енді, Нәжмия. Нәжмия. Көзіңді ашшы, Нәжмия. Ашшы көзіңді, өтінем. Нәжмия. Қане тұршы, Нәжмия, тұра қойшы. Нәжмия. Тұршы құлыным. Нәжмия. Шыдашы жаным. Көлігіме тас қойдым, жаным. Көлігіме тас қойдым. Осы жолға бас қойдым, жаным. Осы жолға бас қойдым. Сен келеме деп, жаным. Сен келеме деп. Жүрегімді бос қойдым, жаным. Жүсіпжан, не істеп жүрсің? Бір жұмыстың құлағынан ұстайтын ойың бар ма? Ойымда он түйін жоқ, мырзам. Кейінірек ойлана жатармын. Негізі маған бір көмекші керек еді. Оныңыз дұрыс екен, мырзам. Алайда менің ойым басқа. Мысалға қандай? Көрерміз. Нені көрмексің? Маған дөкейлер маза берер емес. Бұйырса солардың бірін шекесіне жертіп тұрып таңдармын. Әрине, он саусағынан өнер тамған шебер болу жақсы. Не дейміз? Алдай қалағаныңды нәсіп етсін. Сіз оған ренжи көрмеңіз, мырзам. Жүсіп. Оқып бедің, жігітім. О, құданың құдіреті. Осындайда болады екен ау. Біле тұрып сұрайсың ау. Саныңа сәулет сүрейін деп сұрап отырмын. Оқуың жоқ. Қазір біреудің жанында жұмыс істейтін болсаң, бәрін төменнен бастайсың. Аяққа тапталасың. Өзің қызуғанды жігітсің. Сондықтан да әкемнің жанында істегенің дұрыс. Бір жағынан өнер үйренесің, екінші жағынан жаның тыныш, еш бәлеге ұшырамайсың. Ол кісі саған туған ұлындай қарайтын болады. Көп рахмет, бұл ойың өте дұрыс. Дегенмен көмекші болуға көңілі разы емес ау. Олай болса, Құдай жолыңды оңғарсын. Бірақ бұрынғы әніңе басып, қайдағы бір былыққа ұрынатын болсаң, оныңа мүлде разы еместі. Менің үйімде ондай нәрсе болмайды. Соны ұмытушы болма. Мені түсіндің бе? Тыныштық па, қарындас, не болды? Жолдан адастың ба? Істеп жүрмін. Мүжген?
Қане жүр. Жібер мені. Жібер мені. Жібер деймін. Жібер дедім ғой. Жібер дедім. Дая тоба, мына қыздың өз разылығы бар дегенің қайда? Жібер мені. Ай, жібер дедім ғой. Жібер. Сәлем. O seni жетім күйінде тауып орналастырмады ма? Раббың сені тастамады да кейімеді. Шыда, Фарида. Шыда. Болды, қызым, болды. Az қалды, қозым, az қалды. Шыдай ғой, қызым. Құлыным менің. Міне аз қалды. Болды, бітті, қозым, бітті шырағым. Оқ жана бөтіпті. Бағың бар екен, қызым. Сор ғой менікі. Апам қалай? Бозторғай. Сәлем! Өзім реттейім. Қалай реттейсің, шырағым-ау? Стамбул бір мая шөп болғанда сенің іздейтін ен емес пе, оңай ма? Оңай емес әке, білем. Бірақ қалайда әрбір арамзаның артында бір айғақ қалады. Оған көмектескен адамдар бар, әуел соларды тауып алуым керек. Мен саған таппа деп отырған жоқпын. Ізіне түсіп іздеп тап. Бірақ ол жігіттерде өз міндетін атқармай ма? Атқарғанда не бола қояр дейсің? Ол найсапты түрмеге тоқтады. Немесе Сәлим мен Фариданың арасына елші боп жарастыра қояды. Біздің келісіміз болмаса ештеңе де істей алмайды, шырағым. Ол Фаридаға бірдің істесеші. Сосын Фарида ертеңдері қазының алдында өзді разылығын берсеші, әке. Олар қазір ойлайтын мәселе емес. Фариданың аты шығып. Масқара болғанда бірақ ойлаймыз ба? Сол кезде ойлан дейсің бе, әке? Жоқ, мен оны ондай масқараға ая алмаймын, әке. Ол туралы ешкімді білмеуге тиіс. Ешкімді. Фариданы өзім табам. Ана Арамзаның жазасын өзім берем. Ол ісім, бостандықтағы соңғысын болса да жазасын өз қолыммен берем. Сен де бұл шаруаға басыңды қатырма. Кемран. Сонда сен сыртқа шыққанда Нәжіме жараланып беді? Мүшкен. Ендеше одан басқа оқиға болмағандықтан істі қағазға түсіре бер. Мүшкен, сен Жүсіпке бір пәуеске туралы айтыпсың ғой. Дөңгелектері жасыл түсті болатын. Арба кешше. Қараңғайды, Кемран, көр алмадым. Мүшкен, асықпай есіңе түсіріп баш. Оның бұлай бейнесі қандай еді? Мүшкен, басында тақиясы болды ма? Құдай үшін есіңе түсірш. Қане? Өзі бұлай еңкіштеу көрінді. Бірақ түрін байқай алмадым. Өте қараңғы болды ғой. Еңкіштеу болса, қарт адам шығара? Ол да мүмкін. Сен ұрғанша қолым сынс етті.
Жолама маған. Жолама. Не істейсің? Ал, не істейсің? Не істемексің? Жібер. Жетер енді, тырыса бергенді қой, жетер. Бері қара. Қара бері. Мына жерде не ерлі зайыпты болып шығамыз, не екеуміздің де сүйегіміз шығады. Мен енді ешкімнен де, ештеңеден де қорықпаймын. Қане тұр. Үсті басың тазалайық. Тұр деймін саған. Жібер мені. Тұр. Құдайдан қорықсаң етті, жібер, Сәлім. Бас аяғыңда. Жібер. Жетер енді, болды. Жүр. Осылай адамның жынына тиесіңдер ғой сендер. Жібер мені. Жібер. Көйлегіңді уайымдама. Мен де сенің көйлектерің жетіп артылады. Апатай. Апа. Қолыңды ашып жұмшы. Дәл осылай. Қолыңды аш, сосын жұм. Қане. Апа. Қорықпа, Фаридан тауып алып келем. Оны уайымдама. Қарындасыңды да емдесем боласын еді. Бәрі соның кесірі. Оның кінәсі жоқ, Кемран. Елімді алуға келдім деп қой оларсыз. Иә, бірақ оның ойы Нәжмияны алып кету емес екен. О бастақ белгілі еді ғой. Кемран, бірнеше күн бұрын Сәлім Фарида мектептен қайтар кезде жолын торуылдапты. Тәтемнің Жүсіпке Фариданы мектепке алып барып, алып келсін деген содан. Нәжмияны да сондықтан алып келіп еді. Оны неге мен білмеймін? Дабыр ағылғымыз келмеді. Сен естір болсаң бір бәле шығаратын едің. Өте дұрыс боп тімішкен. Бәрі келді, апа. Өте дұрыс істепсіңдер. Ал енді Сәлімді кім тоқтатады? Мені кім тоқтатады, мені? Қайда барамыз? Пәуеске тұрақтарын аралаймыз. Пәуескенің дөңгелегі жасыл, өзі ең кіштеу арба кешті іздейміз. Сары етікті Ахмет аға. Одан басқа ойың бар ма? Ай, қызым, ай. Жарайды, Кемранға айтпағандарыңды жөндейік, ал менен неге жасырдыңдар? Сол кезде осы ойымыз дұрыс көрінді, жезде. Дегенмен сіздің айтқаныңызда жөн. Жасырмай айту керек еді. Басеке, енді мұны айтып жатудың реті жоқ. Одан да қауіпсіздік басқармасына барайық. Дұрыс айтасың. Фаридан ұрлап кеткенін айтайық. Әйтпесе Кемран отпасама деп қорқам, ал кеттік. Біз қайтып келгенше дәрілерін уақытымен беріңдер. Тәте, саған не болды, тәте?
Қане, киіміңді ки. Суық тиіп ауырып қаласың. Не істедіңіздер, жезде? Не істеуші едік, қызым? Арыз жазып қайттық, болды. Басима ханым. Қайырлы түн, қызым. Қайырлы түн, жезде. Әте. Ағасы азда бен кіштеу. Бұндағылардың бәрі де бүкір ғой, бауырым. Туғалы бер жүк тасып келе жатқан бейбақтар емес пе? Бұл жерден пайда жоқ, кеттік. Зарзәкей, қайда жүрсің өзі? Әжістік па салық, жұмыстан келе жатыр. Не, қарап отырайын ба? Таң атқанша ұйықтамағансың ау деймі? Мен де ұйықтағам жоқ. Бері қара, Фарида. Бұл шаруаны оңынан шешу немесе одан әрі шиеленістіру өзіңе байланысты. Ne demişler? Ұқтың ба? Көз қарасыңды өзгөрт. Сол сенің тағдырыңды өзгөртөт деген бар. Нағыз саған лайық сөз екенміш. Жақсы айттың. Мен тура солай істеймін. Осы уақытқа дейін саған зиянымды тигізбесем деп ылғи ойлаушы едім. Бірақ одан көк тиын пайда болмады. Бәрің мені мына әлемдегі ең жексұрын адам санап, бар жамандықты менен күттіңдер. Fenalığı beklediniz. Ал оларың маған өте ауыр тиді. Ана мектептен қууың, менен қашуың, қорқуың, одан қалса жаныңа күзетші қосып беруі. Оны неге қосып берді, а? Сені менен қорғау үшін бе? Ал не болды? Қорғай алды ма? Қорғай алмайды. Себебі Сәлім әрдайым қалағанын істемей қоймайды. Yapar. Осы үй. Осы жер ме? Осы жер. Адамның ойына жамандықты бірінші салатын өздерің. Өздерің кінәлісіңдер. Қане, тұрда суымай тұрып шайыңды ішіп ал.
Фарида! Жібердейм, бұдан бұлай маған жолаушы болма деген жоқпын ба? Оңбаған. Үндемеңдер. Шатастыру үшін арба кешті осында алып келген ғой. Кетеміз. Қане тұр. Жібер мені. Есікке қараш. Жібер. Жібер. Айналаны бір шолып шығайық. Кеттік. Бәсима, мына жерден 8-ші ілмекті тиімді үйсің. Ұқтың ба? Сен соны маған басынан бастап тағы түсіндірш. Мына жердегі ілмектен тартсақ түп жағында. Шаш қыстырғышымды жоғалтып алдым. Ой, жаным, қамықпа, жаңасын сатып аламыз. Оны шашыма апам таққан болатын. Уайымдама, табамыз. Садаған кетейін, жыламаш енді. Еткен атайдан сұраймыз ба? Сол тауып береді. Қалай? Мен сияқты істе. Қане, істеп көш, неге істемейсің? Еткен ата, жейдесі сап-сары ала. Фарида шаш қыстырғышын тапсын, саған би билеп берем, ата. Олай табылмайды ғой. Әрі мен еткен атаны танымайым. Ол да мені танымайды. Тауып алғанның өзінде әкеп бермейді ғой. Айналып қана кетейін, келе ғой, келе ғой, күнім Фаридам. Еткен ата сені де таниды, қызым. Білесің бе, оның танымайтын адамы жоқ. Қазір мен саған бір дұға сүресін оқып берейін. Осы сүрені оқыған жанның бәрі жоғалтқан затын табады. Сен де табасың, сұлу қызым. Қиын түгі де жоқ, қане, келе ғой. Қайдасың, Фарида? Қараш, мен тағы да апаңның аманатын тауып алдым.
Бала кезімізде тілегіміз қабыл болу үшін бір ғана дұға жететін еді. Егер Алла тағала қазір дұғамызды қабыл алмайтын болса, онда қалған бүкіл өмірімді дұға оқумен өткізуге бармын. Тек саған ғана арналған, тек сенің ғана жолыңа бағышталған дұғаларды қараңғы түнде де кірпік қақпай оқырым.